коллектор, банк, микроқаржы ұйымдары сотқа берсе не болады? Осы сұраққа жауап берейін. Қараңыздар, егер де сіздер сотқа берсе, үлкен бір проблема болмайды. Ертең жұмысқа тұра алмай қалмайсыздар. Құқықтық статистика азаматтық істер бойынша жүрмейді. Банк пен сіздің араңызда қарым-қатынас бұл азаматтық қарым-қатынас. Ешқандай жұмысқа тұруға, тағы пенсияға шығуға деген секілді мәселелерге кедергісі жоқ. Шетелге шығуға дегендей. Шетелге шығуға қай кезде кедергі болады? Мемлекеттен шығуға тыйым салынған кезде, сот орындаушының қаулысымен. Енді сотқа берген кезде мынаны білу керек. Соттағы істі, талап арызды, оған тіркелген құжаттарды көтеріп қарау керек. Пениясы қаншалықты дұрыс, көп па, аз ба? Өсімпұлдар ғой, бұл айтып тұрғанымыз. Соны азайтуға мүмкіндік бар ма, жоқ па? Мінекей осыған байланысты жұмыстар жүргізіп көруге болады. Немесе соттың барысында медиациялық келісім жасап, яғни бітімге келіп, график жасап алуға болады. Осындай жұмыстарды ұйымдастыру үшін біздер сенімхат аламыз, келісімшартқа отырамыз, сөйтеміз де іс материалдарын бәрін көтереміз, қандай мүмкіндік бар екен қарап саралаймыз, сосын сол бойынша жұмыстар жүргіземіз. Қазір біз көптеген істер бойынша, сотқа берген істер бойынша, әлі сот шешімі шықпаған істер бойынша, немесе сот шешімі шығып кетсе оның күшін жойып, қайтадан іс жаңғыртылған кезде медиациялық келісіммен дауды бітіммен шешуге барлық күшімізді салып жатырмыз. Бұның тиімдісі неде? Шоттар арест болмайды, сот орындаушы артық ақша төлемейсіздер және бітіммен мәселені шешіледі. Осыны біліп жүрейік ағайындар. Егер осындай проблема болатын болса, бізге жазыңыздар, көмектесеміз.